Hi everyone, welcome to my channel. My name is Umut. Today we will gonna learn lesson 4. If you have book, please go to page 8. Бүгін жаңа оқуым ағылшын тілінің 4-ші сабағында жаңа сөздермен танысатын боламыз. Егер қолыңызда жаңа оқуым ағылшын тілінің 1-ші кітабы болатын болса, 8-ші бетті ашыңыз. Онда кеттік. Suit. The first word is suit. Suit дегеніміз не? Костюм, suit. Енді suit деген сөзді есте сақтау үшін біз айтамыз. Suit жүріп қайда бара жатырсың деп. Дәл солмен ұқсас дыбысталып қалады. Suit. 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 Costume. Suit. Suit. School. 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 Teacher. Teacher. Son. 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 Daughter. 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 Енді осы сөздерге қайта келейік. Suit. Костюм. Костюм. Яғни бұл куртка сыменен немесе шалбарымен бір түстегі немесе бір форматтағы киімдерді біз көбінесе suit деп айтамыз. Suit. Костюмды көбінесе suit деп айтады. School. School. Мектеп. School. School. Мектеп. Teacher. Teacher. Мұғалім. Мысалы, ол мұғалім болса да, әйел мұғалім болса да, teacher деп қолдана береміз. Hi teacher. Hello teacher. Мысалы, Үміт teacher, Арман teacher деп мысал келтіре берсек болады. Son. Son. Son дегенде ұл балаға қалады. Мысалы, балаңызды son деп айтасыз. Son. Енді есте қалу үшін біз қайтеміз? Баланы санаймыз. Бір бала, екі бала деп son, санап. Немесе саныңызды бір қоясыз. Тарс еткізіп саныңызды бір қойып, son. Бала. Son. Бала. Ұл балаға қолданамыз. Daughter. Daughter. Қыз бала. Енді бұл сөзге тоқталатын болсақ, Америка акцентінде daughter деп айтамыз. Англия акцентінде daughter. Америка акцентінде daughter. Англия акцентінде daughter. Енді бұл сөздерді есте сақтау үшін, егер сіз біздің beginner сабағына қарап жатқан болсаңыз, көріп жатқан болсаңыз, сондағы біз my деген бір сөзді үйреткен болатынбыз. Менің деген. Енді соны осы жерге қоса кетейік. My suit. Менің костюм. My suit. Менің костюм. My school. Менің мектебім. My school. Менің мектебім. My teacher. Менің мұғалімім. My teacher. Менің мұғалімім. My son. Менің балам. My son. Менің балам. My daughter. Менің қызым. My daughter. Менің қызым. Енді сол сабағымызда тағы бір сөз үйреткенбіз. Your. Сенің деп. Your. Онда болса сонда қолдана кетейік. Your daughter. Сенің қызың. Your daughter. Сенің қызың. Your son. Сенің балаң. Your son. Сенің балаң. Your teacher. Сенің мұғалімің. Your teacher. Сенің мұғалімің. Your school. Сенің мектебің. Your school. Сенің мектебің. Your suit. Сенің костюмың. Your suit. Сенің костюмың. Енді тағы бір қайталайық. Suit. Костюм. School. Мектеп. Teacher. Мұғалім. Son. Ұл бала. Daughter. Қыз бала. Daughter. Son. Teacher. School. Suit. Suit. School. Teacher. Son. Daughter. Бүгінгі сабағымыз осыраға дейін. Егер сабағымыздың мазмұны сізге ұнап жатса, досыңызбен, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі сабағымызда кездескенше сау, сәлемет болыңыз.